Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге Айтолқын менің каналыма тіркеліп, лайк басып мені қолдап отырыңыздар. Сіздермен бірге осындай қолдың тұшпарасын жасайтын боламыз. Електен өткізілген ұнымызға бір жұмыртқа және тұз қосылған суымызды қосып, орташа тығыздықта нан илейтін боламыз. Нанымыз қатты емес, жұмсақ емес, орташа болып шығуы керек. Одан кейін нанымыздың иін қандырып, 30 минутқа тындыруға қоямыз. Ендігі кезекте салмасын дайындап аламыз. Ет тартқыштан осылай фаршымызды 2 дана пиязды өткізіп, үстіне тұз, қарабұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осы аралықта қамырымыз толықтай тынып, жаюға дайын болып тұрады. Жұп-жұқа етіп жайып алатын боламыз. Жұқалап жайып алғаннан кейін арнайы стаканның немесе қалыптың көмегімен барлығын осылай дөңгелек формада кесіп алатын боламыз. Одан кейін кішкене қасықтың көмегімен аз-аздан фаршты сала отырып, осылай екі бетін жабыстырып пельменімізді түйуге кірісеміз. Осымен пельмендерімізді түйіп болдық. Суын қайнатып, дәмдеуіштер салып, бірден пельмен салып қайната берсеңіздер де болады. Немесе осылай мен құсап, қазанға жаңа кішкене пияз, картошка қуырып алып, үстіне томат тұзын қосып, су құйып қайнатып аламыз. Одан кейін барып жаңағы пельмендерімізді салып пісіретін боламыз. Маған осылай ұнайды, сол үшін осылай пісіріп алдым. Қайнап тұрған суымызға пельмендерімізді салып, 10-15 минут шамасында піскенше жаңағындай қайнататын боламыз. Осымен біздің пельмендеріміз дайын, езілмей күшті болып пісіп шықты. Қалауларыңызша дәмдеуші түр қосып, майонез қосып, немесе қаймақ қосып жесеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар.